Бәріңе сәлем, менің атым Бек, Кейбро арнасына қош келдіңдер. Бүгін бізде қызықты видео болайын деп тұр. Барлықтарын смартфондар мен телефондарға арналған FaceApp атты бағдарламаны білесіңдер. Кім білмейді, FaceApp арқылы кез келген фотоға түрлі қызықты түрлендірулерді қолдануға болады. Біз болсақ, YouTube алаңындағы қазақ тілді топ 20 ютуберді таңдап алып, олардың фотоларын барынша әп-әдемі сұлу қыздарға түрлендіреміз. Ал сендер сол арулардың кім екенін табуларың керексіңдер, жауабын осы видеоның астына жазып кетуге болады. Сосын алдын ала айтып кетерім, бұл ютуберлерді кемсіту немесе қызға теңеу, күлкі қылу мақсатында жасалған видео емес. Тек қызық пен көңіл көтеру ниетімен шыққан туынды. Сондықтан ешқандай ренжіс болмайды деп ойлаймын. Басында сендерге түсінікті болу үшін өзімді FaceApp арқылы қызға айналдырып, оның қалай жұмыс жасайтынын көрсетіп кетейін. Ол үшін біріншіден бағдарламаны ашамыз. Галерея деген папкадан керекті фотомызды таңдаймыз. Сосын бағдарламада өте сан алуан түрлендірулерді қолдануға болатынын көріп тұрсыңдар. Соның ішінен Fun деген вкладкадан женщина және женщина 2 дегенді қолданып фотоны сақтаймыз. Көріп тұрғандай бағдарлама автоматты түрде фотоны өзі өзгертеді. Окей, көп созбай, енді біздің топ 20 ютуберлерді аруларға жасырайық. Ал сендер ол арулардың кім екенін табуларың керексіңдер. Ал кеттік. Every night is like a daze, but oh, I feel embraced. Yes, I know I'm running late. Let's wait just one more day. I know I'm running away from moments. What am I becoming? I guess something's broken. I guess something's broken. Yeah, I'm feeling stuck, maybe out of luck. I'm falling in and out of line. I hope that you come home, please pick up the phone. I need to know if you are fine. I know I'm running away from moments. What am I becoming? I guess something's broken. I guess something's broken. Oh, every night is like a daze, but oh, I feel embraced. Yes, I know
Достар, комментарияда танып қойған ютуберді жазып кетуге ұмытпа. Сонымен қатар сенің жүрегіңді қай сұлу қыз жаулап алғаныңды жазып кет. Осылайша көңілден біраз көтерілді деп ойлаймын. Олай болса арнаға тіркеліп, лайк қойып, қоңырауша белгісін басуға ұмытпа. Сонымен қатар біздің ВК тобымызға қосылып, Instagram парақшамызға кірсен болады. Олардың сілтемелері осы видеоның астында таба аласың. Ал енді мен сендермен қоштасамын. Сіздермен болған Бек Кейбро арнасында келесі кездескенше. Пока!